Салем кәсіпкер, бүгінгі видеоны Каспи Payға арнадық. Каспи Pay деген не деген сұраққа келетін болсақ, бұл заңды тұлғалардың, яғни ТО ИП-лардың көрсеткен қызметі немесе жасаған саудасының төлемін қабылдау жүйесі. Елімізде Каспи банкінің қызметі кеңінен қолданылатындықтан, ол айта кетсек жеке тұлғалар үшін Каспи Gold карталары мен Каспи Кезік мобильді қосымшасы. Каспи банкі Каспи Pay мобильді қосымшасымен заңды тұлғаларды да кем қалдырмады. Мүмкіндіктеріне келетін болсақ, қосымшада мобильді пост жүйесі берілген. Сатып алушы Каспи Gold, Red немесе кредит арқылы төлем мүмкіндігін алады. Мұндай төлем жүйелерін беру арқылы кәсіпкер сатып алушылар санын арттыра алады. Қосымшаны қосу арқылы Каспи банкінен кәсіпкерге автоматты түрде заңды тұлғаларға арналған есепшот ашылады. Шарттарына келетін болсақ, бірінші айда абоненттік төлем көрсетілмеген, Каспи Gold карталарынан төлем қабылдау комиссиясы көрсетілмеген, яғни 0 теңге. Кез келген ақша аударымдары тегін, есепшот ашу тегін. Ал екінші айдан бастап ай сайынғы абоненттік төлем 1950 теңге, Каспи Gold карталарынан төлем қабылдау банк комиссиясы 0,95%, кез келген Каспи банк есепшоттарына, Каспи Gold карталарына ақша аударымдары тегін. Мемлекеттік бюджетке төлемдер тегін. Басқа банк есепшоттарына аударымдар 10 төлемге дейін тегін, кейінгі әр төлемге 200 теңге комиссия ұсталынады. Қосымшада сатып алушыдан төлемді қабылдаудың 4 жолы берілген. Бірінші мобильді пост терминалы арқылы, екінші QR кодты сканерлеу арқылы, үшінші удаленны, яғни қашықтықтан сатып алушының Каспи Gold картасы тіркелген нөмірін теру арқылы тікелей счет на плату жібере аласыз. Төртінші сілтеме жіберу арқылы, сатып алушы сілтеме арқылы өтіп, төлем сомасын енгізіп, төлем жасай алады. Тіркелуге келсек, қосымшаны App Store немесе Play Market'ен жүктеп аламыз. Подключиться или войти батырмасын басамыз. Ашылған терезеге телефон нөміріңізді тересіз. Ары қарай берілген жолдарға тиісті ақпаратты толтырамыз. Ең категорияға салаңызды таңдайсыз және бизнесіңіздің атауын жазып сохранить басамыз. Келесі бетте келіп түскен SMS-тегі кодты теріп нөміріңізді растайсыз. Ары қарай Каспи шешім қабылдайды. Одобрение берілген болса, осылай ваша заявка одобрена деп шығады. Каспи Pay'ді қосылуды аяқтау үшін құжаттарға онлайн қол қою қажет. Ол үшін подписать документы онлайн басамыз. Ашылған беттің астыңғы жағындағы подписать документы SMS кодын батырмасын басып, келіп түскен SMS кодты тереміз. Ары қарай жеке тұлға екеніңізді растау үшін фото-идентификациядан өту қажет. Келесі құжаттарға қол қою үшін подписать документы батырмасын басамыз. Регистрация паролін өзіңізге ыңғайлы парольді жазасыз. Астыңғы жолға қайталап жазамыз. Продолжить бассақ, қосымшаға кіруге арналған кодты ойластырып енгізуіңізді сұрайды. 4 таңбалы кодты терсеңіз, сәтті қосылғаныңыз жайында мы подключили вас к Каспи Pay и бесплатно открыли счет для приема оплаты с Каспи Gold деп шығады. Сатып алушыларыңыздан төлем қабылдау үшін настроить точки продаж и кассир батырмасын басамыз. Сауда орнының атауын және адресін көрсетеміз. Егер сізде бірнеше сауда орындары болса, қосымша қоссаңыз болады. Каспи әр сауда орныңыздағы сатушыңызға кассир қолжетімдігін, яғни доступын берген. Кассиріңіздің телефон нөмірін және есімін енгізесіз. Сіз бұл жерде өзіңізді кассир ретінде тағайындасаңыз да болады. Ары қарай добавить кассира батырмасын басамыз. Тиісінше кассиріңіз төлем қабылдау үшін Каспи Pay қосымшасын жүктеп тіркелуден өтуі тиіс. Айта кетсек, бұл ашылған счетқа сіз кез келген жеке тұлға немесе заңды тұлғадан келісім шарт негізінде төлем қабылдай аласыз. Счетыңыздың реквизитін қарау үшін басты беттегі моя счета бөліміне өтіп көре аласыздар. Мысалы, пәтеріңізді жалға беріп жатсаңыз, немесе мемлекеттік сатып алуларды, яғни госзакупты да қолданса болады. Бірақ тиімді деп айтуға келмейді, себебі басқа банктерді счет жүргізу абоненттік төлемі және счетыңыздан ақша шешу 2 еседей арзанырақ. Каспи магазинмен байланысына келетін болсақ, алдыңғы видеода айтып кеткеніміздей, Каспи магазинде сауда жасау шарты бойынша сізде Каспи Pay қосымшасы және есеп шоты болуы тиіс. Себебі Каспи магазинде жасалған әрбір саудаңыздың төлемі осы Каспи Pay арқылы ашылған есеп шотыңызға түседі. Жиі қолданылатын сұрақтардың бірі смарт пост терминалы қалай алынады. Смарт пост терминалын банк сіздің сауда айналымыңыздың ақша көлеміне қарай шешім қабылдайды. Смарт пост терминалының комиссиясына келетін болсақ, кез келген банк карталарынан қабылданған төлемдер үшін комиссия мөлшері 2,13%. Ал кәсіпкер сәттілік. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Каналымыздың өсіп өркендеуіне лайк немесе дизлайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийді қалдырыңыз.